Жақында көшіп келді деп естідік. Сіздерді тамаққа ерулікке шақырып жайымыз бар. Түркменстаннан қоныс аударып осы жерге көшіп келді. Қонақжайлылығыңызға рахмет. Ереулік дегеніміз не? Соның мағынасын түсіндіріп бересіз бе? Ереулік дегеніміз көшіп келген көршіні қонаққа шақырып, шаңырақ көрсетіп, асқа шақырған. Қонақтар, дәмнен алып отырыңыздар. Мына бауырсақ біздің қазақ халқының ұлттық тағамына жатады. Әрбір қазақтың үйінде дастарханда ыстық бауырсақ болады. Алып отырыңыздар. Ұлттық тағамына жататын құрт сиырдың сүтінен жасалады. Бал қаймағымыз бар міне. Қазақтың ұлттық тағамына жатады. Сұраған тіліңнен айналайын. Ала ғой. Ой, айналайын. Құлыным, жақсы жаңалығыңды айта ғой. Айналайын құлыным. Сүйінші сұраған тіліңнен. Ала ғой, қолдарыңды жая қойыңдар. Дастарханың бай болсын, қазан ошағың май болсын. Алла сені қолдасын, өлетіңді қорғасын. Әумин. Нәрсе не екен? Өзіңізде әдемі екен. Ұлттық ою өрнектері. Жүріңіздер, мен сіздерді қазақтың ұлттық ою өрнектерімен таныстырайын. Әртүрлі маталардан, қиындықтардан құрастырып, осындай құрақтарды тігіп, ұзатылатын қыздарымызға осындай құрақ сияқты құрал кете берсін деп, осындай көрпелерді тігіп берген. Бұрында аналарымыз осындай құрақтарды тіген кезде өзінің жақсы тілектерін айтып, үйімізге береке келсін, береке келсін, молшылық келсін деп өзінің жақсы тілектерін айтып, өстіп құрақтарын тіккен. Біз қазір үш ұлттың арасында достығымызды бірлестіріп, осындай құрақ көрпе тіктік. Сіздерге келгендеріңізге көп рахмет. Бізде қазақта ұлттық салт дәстүріміздің тағы біреуі бар. Ол үйден құс шықпа деген. Мінекей сіздерге Айзеренің әжесі өз қолымен кестелеп тоқыған мінекей мынандай ойлы көпшігі бар. Сол көпшігін табыстағым келіп тұр. Үйден құр шықпаңыздар. Үйге келіп тұрыңыздар.